Саламатсыңдар ма, балдар? Бүгін біз қазақ тілі 114-ші сабақты талқылайтын боламыз. Видеоны көрмес алдын арнаға жазылып кетіңіздер. Бұл мен үшін өте үлкен еңбек. Ғаламшарлар құпиялар. Сан есім. 49-ші жаттығу. Мәтінді оқы. Ең үлкен қай ғаламшар? Юпитердің үлкендігі сонша, оның ішіне қалған 8 ғаламшар түгел сыйып кетеді. Сыпырласқан газды аса жойған жел тасқыны аударыстырады да осы ғаламшардың үстіне ғажайып әдемі әшекей пайда болады. Юпитер ертедегі римдіктердің бас құдайының құрметіне берілген атау. Юпитер сақиналы 4 ғаламшарлардың бірі. Осы 4 ғаламшарлар газды алып деп те аталады. Олар Юпитер, Сатурн, Уран және Нептун. Бұлар ортасындағы кішкентай тасты қоршап тұрған аса ірі шар секілді. Жылу 12 кітабынан алынған. Сұрақ. Неге неліктен сұрақтарымен шешім табуға бағытталған сұрақ құрастыр. Топпен ортақ сұрақ дайында. Сұрақтар. 3 сұрақ құрамыз. Біріншісі. Неліктен Юпитердің үстіне таңғажайып көрініс пайда болды? Екінші сұрақ. Ғаламшар неге олай аталған? Үшінші сұрақ. Неліктен 4 ғаламшар газды алыптар деп аталды? Енді 50-ші жаттығуға мән берсек, берілген сан есімдерді қатыстырып сөйлем құра. Құраған сөйлемдеріңді олардың қандай мүше болып тұрғанын айт дейді. 1, 5, 7. Маған ұнаған кітап 1 ғана еді. Баяндауыш еді. 5 нәрседен қашық бол. Анықтауыш 5. 7-нің қатардағы сайыскерлер бірыңғай киім үлгісін киген екен. Анықтауыш 7-ші қатардағы. Енді 51-ші жаттығуға өтетін болсақ, бұл жерде мәтінді көшіріп жаз. Сан есімдердің астын сыз. Станция ауылдың 20 шақырым жерде. Пойыз сағат 5-те жүреді. Әділ станцияға 2-ші автобуспен келді. Ол 3-ші курстың студенті. Жазғы демалыстан соң оқуға бара жатыр. Сан есімдерге сұрақ қойып, қайсысы реттік, қайсысы есептік сан есім екенін дәлелде дейді. Және де реттік сан есімдерді сөз құрамына талда дейді. Бұл жерде 20 қанша? Есептік сан есім түбірі 20. 5-те нешеде? Есептік сан есім түбірі 5. Те жатыс септік жалғауы. Үшінші. Нешінші? Екінші. Нешінші? Реттік сан есім түбірі 2. Реттік сан есім жұрнағы. 4. Үшінші. Нешінші? Реттік сан есім түбірі 3. Үшінші реттік сан есім жұрнағы. 52-ші жаттығуға өтетін болсақ, ай жердің ең жақын көршісі. Айда ауада, желде, суда болмайды. Айда үнемі қараңғы болып, жұлдыздар көрініп тұрады. Астронавтар жерге қарағанда айдың үстінде биікке еркін секіре алады. Өйткені онда тартылыс күші аз. Айда үлкен шұңғырлар бар. Оларды кратерлер деп атайды. Мәтінге сүйеніп мына сөйлемдерді ақиқат не жалған екенін дәлелде дейді. Біріншісі, жер айда айнала қозғалады. Ақиқат. Айда жел соғып тұрады. Жалған. Айда су болмайды. Ақиқат. Ай аспаннан үнемі көрініп тұрады. Жалған. Жерде айға қарасаң, ай үнемі дөңгелек болып тұрады. Ақиқат. Айда кратерлер болмайды. Жалған. Енді 53-ші жаттығуға өтетін болсақ, ребусты шеш. Шешуіндегі сөзге әңгіме құрап жаз. Ғарыш. Бұл жерде ребустың жауабы ғарыш. Ғарыш жұмбақ әлем. Ол әлі де зерттеліп келеді. Ғарышта миллиардтаған жұлдыздар бар. Ай мен күн және де басқа ғаламшарлар туралы ғылымдар қызықты әрі таңғаларлық ақпараттар айтуда. Бір қызығы, ғарышта ауа жоқ. Онда барлық заттар салмақсыз болады. Бұл барлық дене қалқып ұшып жүреді деген сөз. Арнайы киім мен ауа толы баллондар болмаса, ғарышкерлерге ашық ғарышқа шығуға болмайды. Сондықтан олар арнайы зерттеу құрылғылардың көмегіне жүгінеді. Бұл жерде ребустың жауабы ғарыш. Видео ұнаса арнаға жазылып кетіңіз. Сау